аспаннан алып тұрған жоқ, ойдан шығарып тұрған жоқ. Арамызда көп адамдар болады. Күнделікті өмірде көріп жүреміз. Бір бармақтай ғана басында бақ болса, айналасын ұмытып кететін сондай көп адамдар кездесіп жатады. Мына өлеңді жазуға себепкер болған бір адамның бір үлкен бір жиында отырғанда бір бәлкім енді байқаусыз аузынан шығып кетті деп айта алмаспын. Кедейлер жайлы әңгіме айтып отырды. Қойшы оларды адам деп дегенге дейін апарды сөздің соңын. Содан мына өлеңді жазуыма тура келді. Байлық пен билікке қолы жеткендер немесе кедейлерді қорғау деген. Әр өлеңнің басына эпирік келтіруге тырысып отырдым. Өзіміз деп тапқанымша аят, хадис, кешегі бабаларымыздың айтқан сөздерін. Сонда мен жәннатқа қарап едім, ондағылардың көбінің кедейлер екенін көрдім. Және тозаққа қарап едім, ондағылардың көбісінің байлар екенін көрдім деген пайғамбар саллаллаху алейхи хадисін. Және Абай атамыздың мынандай бір сөзін келтірдім. Адам бір боқ көтерген боқтың қабы. Боқтан сасық боларсың өлсең тағы. Менімен сен тең бе деп мақтанасың, білімсіздік белгісі ол баяғы дейді. Және қазақтың бір мақалы байлық мұрат емес, кедейлік ұят емес деген сөзін алып, мынандай деп бір өлең жазған. Әлгі адамға қара. Бұл тартпастан салсаң дағы бұғалық, байлық, билік бола бермес тұрақты. Қанша адамды биік қолар шығарып, сол биіктен қанша адамды құлатты. Байған емес, кедей де бар, бәрі бар. Сен секілді жүрмегенмен бал ішіп, бәйгеге де қатыспаса жабылар, жүйрік кімнен озып жарсын. Кедейлерді кемсітесің көз ілмей, өзің шығып алғаннан соң белеске. Бір тамшыдан жаратылған өзіңді екі аяқты есті пенде емес пе? Бұл ертеден қалыптасқан егес қой, ата көрген ол оқ жонбай естесін. Алтын менен күміс қана емес қой, толықтырған Менделеев кестесін. Адамдар көп, билік болып арманы, бар әлемді уысында ұстаған, өзі түгіл ізі бүгін қалмады, Шыңғысхандар болғанымен күшті адам. Зор билікке жету үшін аңсаған, қанша адамның тағдырлары қиылды, жарты әлемді бағындырып алса да, 2 метр қабырғаны бұйырды. Сен де олардай өлім дәмін татасың, жер бетінде болсаң да ең зор алып. Сен де олардай өлгенден соң жатасың, 2 метр ақ кебінге ола. Сондықтан да кеуде керме ешкімге, сенгеніңмен байлығыңмен күшіңе, ойың бітсе королің де пешкің де бір қорап салынады ішіне.